Бала Тұрсынбек қазір аға Тұрсынбек болдық. Өйткені көп естеймін, көпшілігі мені Тұрсынбек аға дейтін болыпты. Бұрын КВНда жүргенде өйтіп айтпайтын. КВН шыққан мынау, дейтін. Қазір Тұрсынбек аға дейді. Соған қарағанда мен ойлап қалдым да, театр кәдімгідей бір орны бар екен деп жаңағы. Біреулер брат дейді. Біреулер братишка дейді. Сол неге брат, братишка дейді десем, негізі біздің қазақтар көп бір-бірімізге брат, братишка деп сөйлейді. Сол сөздердің астарын алып қарасам, кәдімгі керемет бір мағынасы бар екен. Брат деп бір аттың күшіндей күші бар адам айтады екен. Бір аттың күші болса, кәдімгі бір кісіні көріп тұрса, оны брат дейді екен. Братан деген бір атанның күшіндей бар. Нар тұлғалы да түйе секілді екен. Братан дейді оған. Брат қой дейтіндер бар. Ол бір қой мінезді, жуасты. Таныстырып атқанда анау, мынау брат қой дей салады. Олар ренжімейді, ол өзі. Деп отыра береді. А көпшілік маған братишка дейді. Ол бір ешкінің күшіндей бар. Братишка деген енді. Негіз ойлаймын енді, братан, братишка дегеннің мағынасын түсініп отырған шығарсыздар. Жалпы аға інілі болып жүргенге ештеңе жетпейді. Замандасың болса, замандас бауыр деп жүргенге ештеңе жетпейді деп ойлаймын. Негіз мына орыс халқында өздерінің аттары бар, астарында қысқа аттар болады. Константин болса, оны Костя дейді. Басқа атқа қолданбайды. Ол тек Константиндікі. Костя. Александр болса, оны не дейді? Саша дейді. Білесіздер, бәрін білесіздер. Елизавета, Лиза. Екатерина, Катя. Ондай бізде қазақтарда өте жақсы ойлап тапқан, біздікі жақсы деп ойлаймын. Мысалы, бізде Болат Бәке, Берік Бәке, Беймұрат Бәке, Бергмен Бәке. Бұдан келетін болса, бәрі Бәке бізде. Сыдан келгендердің бәрі Сәке. Мұдан келсе, бәрі Мәке. Атын ұмытып қалсам, бірінші атын білсең болды, Мәке дей бересің. Күйеулер бірінші атын ұмытып қалса да, әріп ұмытып қалса, бүйтіп сады. Дейді. Ана өзі, деп тұратын кездерімізде болады. Мысалы, негізі мына қазаққа ат қойған кезде балаға үлкендерге қойдырған дұрыс екен. Үлкен ата-әжелерге. Ол кісілер біледі. Мына баланың атынан білуге болады. Ол үйдің нешінші баласы екен. Шынымен де, тұңғыш баланың атын бізде тұңғышбай, бақыт, қуаныш, аңсаған деп қойып жатады. Одан кейінгілер енді ұйқаспен байланысты кете береді. Сол кездің келіндері бақа атасы мен әжесі бір атты қоймай тоқтамаған. Ол ата-әжелердің намегі. Или тоқтасын, немесе Кенжебек, Кенжегүл. Қазір атты кім қояды? Қазір келіндер қояды. Келіндер өздері қояды қазір. Я же родила деп отырады. Я родила деп отырады. Бір ағам айтып еді жаңа кеше. Баяғыда бір апамыз айтты ғой. Баламнан қазір түк пайда жоқ. Келінің айтқаннан шықпайды. Қайта күйеу балам жақсы, қызының айтқаннан шықпайды деп жаңа. Шынымен де перзентханаға барып жаңағы әйелің айтасың жаңа, кім? Қыз дейді. Ана әйел айтады, атын мен қоям дейді. Жоқ, папа мен мама қояды дейді. Өзінше жігіт қой жаңағы. Жақсы қойсын дейді. Ол үйге жеткенше, ана келін үйде отырған жаңа шал кемпірге звондап қояды. Маған негізі Милана деген атын ұнап тұр дейді. Ана шал мен кемпір оның мағынасын да түсініп жатырған жоқ. Енді саған ұнаса болды ғой енді дейді. Ана үйге келеді өзінше болып жаңағы. Немерелеріңіз бар? Атын қойсыңыздар дейді, атын. Енді Милана деп атырмыз дейді. Өзінше мәз болып кетеді ан жаққа. Папай, мама, Милана деп атыр, Милана қой деп. Айналып келгенде келін өзі қоя салғанда барлығын. Бізде қазақта жаңағы ұл балдар дүниеге келсе, бір үйде кілең ұл болса, жақсы ғой, бек кетеді, немесе ғали кетеді, бірінің артынан бір жалғаса береді. Қыз балдар көп болған үйде, қыз балдар көп болған үйде. 5-6 қыз болсам білмейді ғой енді, біріншісінен кейін кілең қыз болатын. Біріншісінің атын жақсы етіп Мейрамгүл деп қояды. Екіншісінің атын үлкенге ұқсатып Жайнагүл дейді. Үшіншісі қыз болса, ол қыздың аты автоматически өзгереді. Ұл болсын. Ана қыздың қандай күнәсі бар деймді. Ұлдана,
ұл бала, ұлғашан, надежда, ұл туар. Сосын ұл туғанша, пока ана аттар біреуінде нормальный ат болмайды қыздарда. Сосын ұл болады, одан кейін қыз болса, алдындағы екеуімен ұйқастырып, Жайнагүл деп қоя салады. Ұлдар болса кілең, үйтіп қоймайды. Біріншісінің аты, бірінші ұл болса жаңағы Самат, екіншісі жаңағы ұл болса жаңағы Қанат, үшіншісі ұл болса жаңағыдай Жанат, одан кейін ұл болса Болат, жоқтандай Қызбек, Қызғашан деген аттар, Қызғали деген аттар жоқ қой. Ұлды күтеді екенбіз. Ұлды күтеді екенбіз. Мен де мысалы сол есім туралы неге айтып жатырмын? Мен өзім атын Тұрсынбек деп қойған. Міне, атыма зай әйтеуір. Тұрып тұрмын да алдарында. Отырбек болса бір жерде орынды қойып отыратын едім. Әйтеуір Тұрсынбек қойған да атымды. Аллаға шүкір деймін де сол. Есімім Тұрсынбек болады. Соған әкеліп отырған.